Ассалаумағалейкум қазақ елі. Мен Тараз қаласының қоғам белсендісі Ниетбаев Қуаныш. Мені 19 декабрь 22 жылы полиция қызметкері күштеп Пушкина қырғыз департамент полициясына ұрлап алып кетті. Ол жерде экстремизм бөлімінің бастығы Қалымбет Науатбек маған моральдық қысым жасады және нөкерлеріне ұрып соқтырды. Маған Жанабаева Венера, Махамбет Алиев Тұрар, Лепесова Назираның үстіне жалған көрсеткіш жаздырып алды. Қалымбет Науатбек маған, егерде сен менің айтқанымды жазып бермесең, мен сені соттатып жіберем, үйіңе наркотик тастатып обыск жасатамын деп қорқытты. Туған туысқандарымды құртамын, сен маған шестерка болып жұмыс жасайсың, менің айтқанымды істейсің деді. Олар менің телефонымды алып қойды және ескертті, егер сен осы жағдайды жария етсең, біз сені құртамыз деді. Менің денсаулығым жақсы және суицид деген ойымда жоқ. Егерде менің бір жаман жағдай болса, бәріне Қалымбетов бастаған полиция департаменті кінәлі.